Сіздің ең жақын досыңыз ол Аллах тағала. Жалпы дос деген сөз Құранда 87 аятта кездеседі екен. Сол 87 аяттың 46 аятында Аллах тағаланың адамға дос екендігі туралы айтылады. Ал 2 аятта адамның Аллаға дос екендігі туралы айтылады. Яғни Аллахтың әл-уәли есімі бар ғой. Аллаға жақын адамдар, Алланың достары деп айтылады. Ал 10 аятта ібліс пен адамдардың арасындағы достық туралы айтылса, қалған 29 аятта жақсылар мен жақсылардың достығы туралы айтылады екен. Бұл жерден түсіну керек нәрсе, біздің ең жақынымыз, біздің досымыз, біздің ішкі халімізді түсінетін, қай кезде болмасын бізді тастап қоймайтын, бізге қай кезде болсын көмекке келетін, ол тек бір ғана жалғыз жаратушы Аллах тағала. Екінші түсіну керек нәрсе, біз таңдаймыз, Аллах тағаламен дос болғымыз келе ме? Екінші кезекте жақсылармен дос болғымыз келе ме, әлде іблістің досы болғымыз келе ме? Таңдау сізде. Іблістің достығын таңдайтын болсаңыз, қандай жолға түсетіндігіңіз белгілі. Жақсылармен, игі адамдармен дос болатын болсаңыз, қандай жолда жүретіндігіңіз тағы да белгілі. Ал Аллахпен дос боламын деп шешсеңіз, ол өте керемет таңдау.